Сәлем достар. Мен қазір жүгіруге бара жатырмын. Бүгін күн супер болып тұр. Кеше түні бойы жаңбыр жауған. Бүгін күндіз де жауады дейді, бірақ соған дейін мен жүгіріп келуім керек. Пландағаным примерно 10 километр. Бірақ жүгірмегеніме бір ай болды. Почти 20 күн, жоқ, 12 күн Қазақстанда болдық. Алдың күні ғана келдік. Енді өзімнің рутинама қайтып кіру керек болып жатыр. Супер погода. Мен қазір көшеден бастаймын жүгіруді. Мына жақта негізі президенттің үйі бар. Сол үшін таза, гүлдері келген. Мына гүлдер сатылымға. Бүкілі пакетте тұрады, бірақ осылай пакетпен алып, сразу құмымен бірге сатып аласың. Солай егесің, сразу. И сонда тез өскіледі. Өзі жол жөнекей осылай гүл сататындар ғой. Жалпы. Міне көбісі солай саудамен айналысады. Бірақ мен де өш жерден гүл сатып аламын деп ойладым, бірақ точно білмеймін. Мына көшеде негізінде көп адам жүгіреді. Всегда. Жүгірген жақсы көреді бұлар. Міне, даже великпен осылай жұмысқа бара жатқандар, чай жүгіріп жүргендер көп. Міне мысалыналар. Жүгіргендер жүгіріп келеді. Почти 1 километр жүгірімді. Почти деген. Су алуға келдім ше. Bonjour. Combien ici? Simplement. Сөйлеп жатыр ғой. 2 километр. Дальше тауға шығам. Тауға қарай подъем, потом спуск болады. Саған келген жермен қарай жүгірсем, общий 7 километр. Дальше оң болу керек. Мен уже төбеге жеттім. Иттер қауып жатыр. Бұл жақта тыныш қой. И заброшкалар бар. Телеп кеткесің ғой. Бірақ нормально. Workout completed. Time 20. Менің мынау Яунде қаласы. Қазір мен знаменитый неге барам тасқа. Сол жерде әдемі көрініс болады. Келдім ғой. Мына жаққа. Міне, Яунде толық көрінеді шықтан. Бүгін бұлтты погода. Бірақ супер жел болып тұр. Ыстықта емес. Қазір негізі жаңбыр сезоны ғой. Сол үшін шөптердің бәрі жабайы болып өсіп кетті. 1 ай болды ғой негізі жүгірмеген. Мен Қазақстан барып келдім. Мен ана жақтардан келдім ғой, міне. Мына жолдан былай жүгіріп, мына жақтың бәріне жүгіріп келдім. Супер. Біз алыста тұрамыз. Мына жақта тұрамыз. Бұрын Медеуде тұрғанбыз. Шерлерде тұрғанбыз. Көшіп кеттік сосын. Жоқ. Міне қызыл үй тұр ғой, осы қызыл үйде тұрғанбыз. Қазір көшіп кеттік алыс жерге.
тағы су алдым. Кішкене отырып шаршап жеттім. Айтайын ба? Қанша километр жүгірдім? Оф, 7. Resuming workout. 7 километр. Неплохо. Погода мне осындай болып тұр ғой. Дым күн жоқ. Мен мына жаққа кірдім. Тема. Погода прям жүгіретін погода болып тұр. Короче, мен таксиге отырдым. Потому что уже почти 8. Қанша? Не помню уже. Activity completed дейді. Міне таңертең сағат 10. Сағат 9-да шыққам. Хорошо. Енді біздің осындай сары таксилерге отырдым. Үйге кетіп барамын. Жолдан ұстайсың таксилерді. Айтқанмын 500-ге апарса деп. 500-ге апаратын болды. Негізі 3 такси ұстадым осыдан бұрын. Ешқайсысы келіспеді. 2000-ға апарам деп қойды. Менің несіне екенімді білмейді ғой. Бармаймын дегенсің ғой. Мына жақта пробка ғой вечно. Адамдар, машиналар нереально көп. Қалада, кстати, 4 миллионнан астам адам тұрады. Достар, мен үйге келдім ғой, бірақ мен таңдаймай жатырмын қазір. Тамақ жейін ба, душқа түсейін ба, бірақ мен су болып тұрмын. Душқа түсу керек па идея. Сосын тамақ жейін. Темский тамақ жасап аламын. Сосын бір істерім бар, соны бітіру керек. А так тема. Сағат. Қазір айтамын. 8,5 километр. Сағат 10:30. 10-да тоқтадым. Жарты сағат машинада тұрдым. Таксиде. Сонымен 10:30 болды сағат. Достарым, мен келгенмен жарты сағат болды. Мене жаңбыр жауып кетті. Вовремя келгенмін ғой мен. Мәсаған. Достар, мен тамағымды жеп алдым, душыма түсіп алдым. Енді отельге барам, біраз жұмыс істеуім керек. Кішкене андай ауа ше, жаңбыр жауып, бірақ одан кейін ыстық па, бір түрде болып тұрады, кәдімгідей. Мен біртүрлі сөйлеп жатырмын, себебі аузыма андай не қойып алдым. Не этот элайнер қойып алдым. Солай. Қатты жаңбыр жауып тұр ғой. Қазір мені шофер балам алып барады, садикке барамыз. Біраз жұмыс істеймін, 2 сағат. Сол жетеді. Ней, ям. Кәм ям. Бүкіл жерім аяқтарым бәрі су болды, сосын аяқ киімді ауыстырып, енді келе жатырмын. Точнее, бара жатырмын ғана. Содан кейін бәрі. Және жаңбыр қатты жауып кетті, білмеймін. Пробка болатын шығар, сол үшін ертерек барып жатырмын негізінде. Мектепке келдім ғой, бірақ әлі жаңбыр жауып тоқтамаған ғой. Bonjour. Мен балам мектебі арт жағы, точнее. Кухнясы. Қазір балам талайын. Комнаталары. Қазірге барам. Міне осындай алаң. Таня, кел ағай. Человек кеп тұр ғой мен балам. Балапаным. Мен баламды алам, киіндірем, сосын шомылдырам деп жүрген кез болыпты. Тамақ істеп отырмын. Мына жақта көптек, котлетті и пюре жасап жатырмын. Бұның бәрі бір адамға. Мен кешкі тамақ ішпеймін. Бұны пюре жасап жатырмын. Сағат 18-ден ете кетті. Сәлден соң келеді. Соған ыстық-ыстықтаймын, ем істеп жатырмын. Сонымен почти күнім осылай бітеді. Тамақ істеу,
жүгіру, балаға қарау, жинау деген сияқты. Әдем болатын сияқты. Иісін айтамын енді. Сармайға қорып жатырмын. Супер.